Сәлем достар, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Бүгінгі біздің бағдарламада сіздермен осындай керемет, әдемі, ашытқысыз нан дайындайтын боламыз. Денсаулыққа өте пайдалы, ешқандай зияны жоқ, дрожжсыз нан. Осылай кескенде де өте әдемі болатын, сармай жағып жесеңіздер де өте керемет, осындай нан дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: ұн, айран немесе сүт, шекер, тұз, сода және сұйық май қажет болады. Астындағы описание бөліміне барлығының мөлшерін, құрамын жазып қалдыратын боламын. Жаңағы сүтімізге немесе айранымызға шекер, тұз, соданы жақсылап араластырып, кішкене көпіртіп, ұнға қосамыз және үстіне сұйық майды қосып, жақсылап орташа жұмсақтықтағы қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Және де 10 минут өткеннен кейін тағы да қолымызды кішкене сұйық маймен майлап, тағы да бір басып қоямыз. Достар, егер де видео ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алғашқы болып видеоны сіздер сонда көріп отыратын боласыздар. Енді қамырымыз дайын болды. Біз қамырымызды алып, осылай сопақша пішінге келтіріп, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Немесе өздеріңіз қалауларыңызша домалақ етсеңіздер де болады. Противеньге пергамент төсеп, салып орналастырамыз. Немесе астын майлап қойсаңыздар да болады. Тағы да кішкене 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Және де осылай пышақпен қиғаш етіп кесіп шығамыз. Бетін бір жұмыртқамен жақсылап жағып шығамыз. Және де кунжут себеміз қалауларыңызша. Алдын ала қыздырылған пеште 220 градуста 35 минутта пісіп шығады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Осындай өте пайдалы нанмен пайдаланып, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.